Ұлы Отан соғысы кезінде ұялы елді мекеннің тұрғындары майданды азық-түлікпен қамтамасыз етіп отырған. Яғни негізгі азық-түлігі теңізден ауланатын балық. Балықшылар, жылымшылар күн-түн демей мұз су үстінен балық аулаумен күн кешкен. Барлық ер адамдар майданға кетіп, олардың орнын әйелдер, аналар, қыз-келіншектер басқан. Әсіресе сол уақытта, сол кезеңде ұялда Үркімбаева Айша апа бастаған әйелдерден жасақталған жылым бригадасы болды. Ұялды елді мекеннен майданға архивтегі материалды қарап отырсақ, ұялды елді мекеннен соғысқан майданға 210-дай адам аттанып, 70-тей ер азаматтар қайтып оралмаған. Соғыс кезінде ауыл адамдарын соғыстан алып қалу үшін жұмыс жасаған ауыл совет хатшысы Нәдіров Меңдіуақастың еңбегін үлкен кісілер осы кезге дейін айтады. Ол кезеңде теңізден балық аулау тек ер адамдардың қолынан келетін. Меңдіуақас әкеміз ауыл советтің хатшысы ғой. Осы жағдайды пайдаланып, талай ер адамдарды өлім аузынан алып қалған. Ақыры өзі ауылдың қайғы қасіретін көрмейім деп сұранып, 1943 жылы майданға аттанып, қайтып оралмаған. Ол кезеңде ұялдан ер адамдар соғысқа 1 сәуір 10 қазан аралығында кемемен Арал қаласына жинақтап алып кетеді екен. Яғни қатынас ұялдан Аралға кеме арқылы теңіз қатпаған кезде. Әр алып кетерді плоттың басында жылап сықтау, аналардың балалары мен күйеулерінің қоштасуынан адам тұра алмайды. Кейбір аналар кетіп бара жатқан кемелердің соңынан жүзіп теңіздің ортасына дейін барған. Соны біздің шешелеріміз, әкелеріміз айтып отыратын. Міне, Ұлы Отан соғысы, неміс басым жағынан болған соғыс біздің қазақ халқына, оның ішінде біздің ұялды мекеніне осында қайғы қасірет әкелді. Керек болса бір әулеттен ер балдар қалған да жоқ. Соғыста қайтыс болды. Аналар жалғыз баласынан айырылды. Аналарының күйеуінен айырылды. Бірақ сол кезеңде, сол уақытта аналарымыз ерен еңбектің үлгісін көрсетті. Біздің әкелеріміздің, аналарымыздың Ұлы Отан соғысындағы еңбегін, әулеттің қамын ойлаған білу керек. Бұл үлкен тарих. Ұялы елді мекенінде соғыстан кейін ерлері соғыстан қайтпай қалған аналарымыз күйеулерінің, ерлерінің отын өшірмей, баласы болмаса бала асырап, өзіне бала болмаса күйеуіне екінші әйел әперген, және бір баламен жесір қалған аналар өте көп болған. Олардың бар арманы күйеулерінің ошағының отын өшірмей, бір әулеттің өсіп-өнуінің қамын ойлаған. Мысалы, сол ұялы елді мекенде соғыстан кейін осындай аналар көп болды. Олар Сатыбалды қызы Дәмет, Сатыбай ақсақалдың жолдасы, Ахметова Айша апа, Оразбай әкеміздің әйелі, Нысанбике апа, Базарбай Маралдың әжесі, Бегзия ана Әлмаханов Ағнеттің шешесі. Міне осындай аналар көп болған.